Қайырлы таң барлықтарыңызға. Ораза кезінде мына таң таретіне арнайы бір тамақ жасап жіберейін деп отырмын. Сол сіздермен таныстырып өтейін. Осында керектің барлығы дайын тұр. Етімізді дайындап қойдым, және бір күлше нанымды илеп, осылай салып тарелкаға дайындап қойдым. Сонымен қатар жаңа сәбізіміз бар, картопымыз бар, сосын болғар бұрышы, пияз, одан кейін кішкене ащы тәтті бұрыш қосып турап дайындадым. Сонымен қатар осында ас көктер керек болады. Әуелі қазір қазанымызға етімізді салып, қуырам, содан кейін біртіндеп барлығын сала бастаймыз. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим деп мына етімізді жуып, тазалап алып келдім. Қазір қазанға саламын. Май ешнәрсе құйған жоқпын. Әбден суын сорғытып, еттің өзінің сөлімен дайындайтын боламыз. Одан кейін бізге керегі, мұнда жұмыртқамды дайындап қойдым. 6 жұмыртқамды дайындап қойдым, қайнап жатыр. Осыны тұздық ретінде бетіне сеуіп, тоқ болу үшін күн ұзаққа. Міне достар, күлшеміз дайын. Мен алдын ала илеп дайындап қойдым. Енді осыны қазір ұнға былғап, сосын жаятын боламыз. Етке дайындағандай қылып, қамырын дайындайсыздар. Енді осыны жұқалап жайып, бешбармаққа ет қамыры илейсіздер ғой. Сол сияқты қамырды осылай илеп, қазір жаятын боламыз. Етімізді қазанға қойды. О суы тартылу керек. Суы тартылып болғаннан кейін майын құйып, барлығын қуырып дайындайтын боламыз. Мені қамырымыз дайын, осылай дайындап қойдым. Қазір енді осыны бешбармаққа ет асқанға кескендегідей қылып кесіп пісіретін боламыз. Оған арнайы қазанды қазір су толтырып, соған пісіріп аламыз. Ал бисмилля деп қақпағын ашайық. Міне етіміз қуырылды. Енді осыған қазір майымызды құямыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша майды құясыздар. Үйде не бар, сол затпен, өнімдермен тамақтарыңызды жасай берсеңіздер болады. Мен үйдегі бар заттармен болғар бұрышы сондай қалып қойған, соларды қосып, енді осы ет кішкене тағы да қуырылсын. Асын баяуласып қоям. Содан кейін қалғандарын салатын боламыз. Міне енді қазанның басына қайтып келдім. Бисмилля деп пиязымызды саламыз. Осы енді кішкене 1-2 минут қуырылсын. Содан кейін қалған заттарымызды осыған салатын боламыз. Міне болғар бұрышы, сәбізімізді бәрін дайындап қойдым. Картопымды өзімше әдемілеп оюлап тураған түрім ғой. Енді осы кішкене қуырылғаннан кейін барлығын салып пісіретін боламыз. Міне жаңағы қамырымызды пісіретін арнайы қазанымды осылай су құйып дайындап қойдым, қақпағын жауып. Енді қайнауын күтеміз. Оған дейін мына қазанға келеміз. Енді пиязымыз міне қуырылды ғой. Енді кішкене дәміне қарай тұз қосамыз осыған. Тұз қосып, сосын қалғандарын қоса береміз. Тұз қосамыз. Енді араластырып берем. Бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Сәбізімізді саламыз. Ащы бұрыш, ащы тәтті бұрыш екеуі араласқан. Sarımsağını salamız. Yani kartofumuzu salamız.
Ең үстіне балғар бұрышын саламыз. Томатымызды саламыз. Бір 5 минутқа қақпағын жауып қоя тұрамыз. Ал қақпағын ашамыз. Тамағымызды көреміз. Ой, әдемі суға көтеріліп. Енді отырған суды құямыз. Сорпасы көп болмау керек. Мынау тұздық ретінде ғой, бұл деген тұздық ретінде дайындалып жатыр. Енді бисмилля деп осындай бір кружка су құйып жатырмын. Енді қайнағаны күтеміз. Енді бұған тұзымызды салып дайындай береміз. Әбден қайнасын, сосын нанын салып пісіретін боламыз. Ал достар, міне кетейін деп жатырмын нанымды. Міне қамырымызды кетіп дайындап, қазір пісіріп, сәретіне дайындалайық деп жатырмыз. Енді қалауларыңыз бойынша кетесіздер, мен осылай өзіме ыңғайлы кетіп жатырмын. Қазаным қайнады, енді пісіретін боламыз. Ал бисмилля, қайнап жатыр, міне аламыз. Ал қамырымыз қайнады. Енді пішіріп аламыз. Бисмилля деп подливімізді құямыз, мынау тұздығымызды. Сосын бетіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа тоқ болады ғой. Сондықтан жұмыртқамызды салып. Және ас көбімізді саламыз. Ал ниет етіп таңта ретінде тұрғандарға оразаларыңыз қабыл болсын. Маған лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп қойсаңыздар қуанып қаламын.